Дүние көріп жүрмін дауылыңды, көтердім бала күннен ауырыңды. Қол жеткен игілікке ризамын, сен кейде қимасаң да тәуіріңді. Дүние арманым зор қиялдасам, мұңым көп, қанша айтқанмен тия алмасам. Біткен саздау болып туған елден, соңыра жарар еді ұялмасам. Жезгиік біздің жаққа қалай келдің, жолымдай көлденеңде бір жанай бердің. Адамның көздерінде екі көзің, япырмай дәтім шыдап қалай көрді. Қазақтың желқанатты жезгиігі Кәкімбек Салықов ақындығы мен әкімдігін ұштастыра білген бір тума дарын иесі. Шыр етіп дүниеге келгеннен қиындықты көп көрген Кәкең тағдырын өз қолымен жасағандардың бірі. Қаныштай асылдың ізімен жүріп, еңбектерін зерттеген ақынның төрінде Сәтбаевтың қызы Шәмшия табыстаған қара домбыра тұр. Кітап сөрелерінде 10 томдық шығармалар жинағы мен мұндалайды. Соның ішінде 15 жыл бойы жазған Тәттімбет поэмасы дүлдүл күйшіні кемел азамат ретінде танытып, Тәттімбет тағдырын жаңа қырынан ашты. Қаламына тыным бермеген Кәкімбектей ақынның өлең шумақтары Нұрғиса Тілендиев, Еркеғали Рахмадиев, Кенжебек Күмісбеков, Ескендір Хасанғалиев сынды белгілі композиторлардың шабытын оятып, 500-ден астам әнге арқау болды. Осыған қарабақ, оның халқына шапағатын шашып, нұрын төккен нағыз хәкім болғанын аңғарамыз.